Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балмұздақ технологиясы, оның түрлері, құрамы, қоректік құндылығы, өндірістің технологиялық сұлбасы, балмұздақтың негізгі ақаулары. Сабақтың мақсаты: балмұздақ жасау технологиясын, құрамы мен қоректік құндылығын білу. Күтілетін нәтиже: балмұздақ өндірісінің технологиялық сұлбасын, балмұздақтың түрлерін, негізгі ақауларын біледі. Балалық шақта балмұздаққа әуестенбеген адам жоқ шығар сірә. Бәрімізде балмұздақты күннің аптап ыстығы тұрмақ, ауа райының салқын мезгілдерінде де тұтыну. Балмұздақтың пайда болуының нақты күні белгісіз. Қытай деректеріне сүйенсек, біздің заманымызға дейінгі 3-ші мыңжылдықта бай және ауқатты адамдардың үйінде мұздатылған жеміс шырыны немесе апельсин, лимон және анар тұқымдары бар қар мен мұз дастарханға ұсынылатын болған. Бұл тағамның рецептері Чжи-Джин кітабының арқасында біздің заманымызға жетіп отыр. 7-ші ғасырда қытайлықтар мұздатылған шырындарға сүт қосуға тырысса керек. Көне Грекияда балмұздақ тарихының Еуропадан басталатынын айтады. Еуропаға балмұздақты итальяндық саяхатшы Марко Поло келген. Ол 1295 жылы Қытайға жасаған сапарынан жеміс-жидекті мұздатылған шайдың рецебін өзімен бірге ала келген деседі. Осы уақыттан бастап Еуропа халқы балмұздақ жей бастаған. Балмұздақ тәтті сергіткіш өнім. Бұл өнім қант және тұрақтандырғышпен сүтті немесе жеміс-жидек қоспаларды мұздату және қопсыту арқылы алынады. Ал кейбір түрлері дәмі және хош иісті толықтандырғыштарын қосумен алынады. Балмұздаққа жоғары тағамдық құндылығы және жақсы адам ағзасында сіңірілу қабілеті тән. Бұл сүтті негізді алынған өнім құрамында сүт майы, ақуыздар, көмірсулар, минералды заттар, В, Д, Е, П тобындағы А дәрумені бар. Балмұздақ құрамында С дәруменіне бай жеміс-жидектер болады және осы дәруменнің маңызды мөлшерінен тұрады. Сүт майы белгілі болғандай өзге тағамдық майлармен салыстырғанда құнды болып табылады. Ол жағымды дәмімен, жоғары сіңімділікпен, құрамы бойынша ерекше. Бірнеше ондаған май қышқылдарынан тұратын, сонымен қатар алмастырылмайтын заттармен ерекшеленеді. Балмұздақтың кейбір түрлерінің рецептурасында адам ағзасы үшін пайдалы өсімдік майы кіреді. Балмұздақта сүт майы липопротеинді қабықшамен қоршаланған майдаланған майлы түйіршіктер түрінде болады. Балмұздақтағы сүт негіздегі ақуыздар негізінде казеинмен ұсынылған. Іріткі түріндегі ақуыз, альбумин және глобулин балмұздақ қоспасын пастерлеу кезінде бөлшек түрінде бірігеді. Жоғарыда аталып өткендей, бұл ақуыздардан бөлек балмұздақта май түйіршіктерінің қабықты ақуыздары бар. Балмұздақтағы ақуыздары құнды ақуыздар болып табылады және өзге тағамдық ақуыздарға қарағанда жақсы сіңіріледі. Балмұздақтағы көмірсулар сахароза және лактоза ұсынылған. Балмұздақтың құрамында жемісті өнімі бар, әдетте қарапайым қанты да бар, глюкоза және фруктоза құрамында болады. Көмірсулар адам ағзасы үшін маңызды энергия көзі болып табылады. Балмұздақтың құрамында минералды заттар, натрий, калий, кальций, фосфор, магний, темір және тағы басқа құрамында маңызды заттарға ие. Вафлилік өнімдерде оралған балмұздақтардың энергетикалық және тағамдық құндылығын есептеуде стақанды балмұздақ, қантты рожок, қантты түтікше және конус, сондай-ақ тағамдық және энергетикалық құндылығын бұл өнімдердің пропорциясында құрамда заттарда есептейді. Адам ағзасында сіңірілуін есептей отырып, 1 грамм ақуыздың энергетикалық құндылығы, сондай-ақ 1 грамм көмірсуларда 16,174 килоджол немесе 4 килокалорияны құрайды.
1 грамм майдың энергетикалық құндылығы 37,66 килоджол немесе 9 килокалорияға тең. Орташа есеппен сүтті және жемісті балмұздақ сүттерінің энергетикалық құндылығы 560,7-616,2 килоджолға, қаймақ 836 килоджолға дейін, пломбир 1010 килоджолға дейін құрайды. Балмұздақтағы көмірсулардың құрамы 14-25%-ға дейін, май 3,5-15%-ға дейін, ақуыз 3,5-4,5%-ға дейін, минералды заттар 0,7%-ды құрайды. Балмұздақ адам ағзасында 95-98%-ды құрайды. Балмұздақ қоспаның құраушы көлемдік бөліктерінен сәтті үйлестірілген, белгілі бір ұсынылған тағамдық теңестірілген формуламен жасалған, жоғары дәмдік қасиетке ие болуы керек. Балмұздақ жетерліктей көпіршітілген, гомогенді құрылымымен, ауыз қуысын тым қатты мұздатпайтындығымен және баяу еритіндігімен сипатталуы қажет. Балмұздақты өндіруде келесі өнім түрлері мен топтарын қолданады. Сүттен жасалған сүт және оның өнімдері: тұтас сиыр сүті, тұрақтандырылған, майсыздандырылған, қышқылдығы 19 центнер градустан кем емес, құнарландырылған, қант қосылған қою сүт, құрғақ сиыр сүтінен қаймақ, қоюландырылған қантпен құрғақ қаймақ, тұзсыз сиыр сүті, шаруа, әуесқойлық, бутербродтық қаймақ, майы тұзсыз сүтті іріткі, сүтті кептірілген іріткі, сүтті ультрасүзу әдісімен алынған тағамдық құрылымдаушы концентрат, ақуызды іріткіш концентрат, тағамдық казеиндер және көпреципитат. Жаңа пақта қышқылдылығы 19 центнер градустан артық емес болуы керек. Балмұздақтың түрлері. Қолданылатын шикізат құрамы бойынша балмұздақты келесі топтарға бөледі: сүт негізінде балмұздақ, сүт, қаймақ, пломбир, қышқыл сүтті іріткі. Жеміс-жидекті негізіндегі балмұздақ, жеміс-жидекті, көкөністі. Қант негізіндегі балмұздақ, қантты заттар, қант алмастырғыштар, хош иістендіргіш. Сүтті және жеміс-жидек негізіндегі балмұздақ, шәрбат, сорбет. Сүт құрамды балмұздақ, сүтті өсімдік, қаймақты сүтті, өсімдікті сүтті, өсімдікті қаймақты, сондай-ақ өсімдік майымен шәрбат. Фрезерлеусіз дайындалған балмұздақ, тағамдық хош иістендірілген мұз, жемістен жасалған мұз. Балмұздақ қалыпты майдың массалық үлесіне байланысты топтастырылады: майсыз, майлылығы аз, классикалық, майлы, өте майлы. Дәмдік қоспаларды пайдалануына байланысты балмұздақты келесідей топтастырамыз. Біртекті масса түрінде қосылған толтырғыштары бар балмұздақ түрі: шоколадты, кофеиндік, сикаримен. Қоспалары бар балмұздақ түрлері: толықтау немесе бөлшектеп қосылған немесе қабат-қабат, қатпар, желі, шиыршық түрінде енгізілген балмұздақ түрлері: мезбен балмұздақ, цукатпен, джеммен, жұмсақ карамельмен, жемістермен, шоколадпен. Балмұздақтың температурасына және консистенциясына байланысты топтастырылады: жұмсақ, мұздатылған. Балмұздақты қаптаудың массасы мен түріне байланысты топтастырады: салмақты, қапталған, сондай-ақ ірі қапталған және майда қапталған. Дайындау тәсіліне байланысты бір қабатты, көп қабатты, тағамдық жабынды, безендірілген болып бөлінеді. Балмұздақ өндірісінің технологиялық схемасы: сүтті қабылдау, қоспаны дайындау, фильтрлеу, пастерлеу, гомогендеу, салқындату, қоспаны жетілдіру, фрезерлеу, қаптарға бөлу және қоспаны шынықтыру. Балмұздақ өндірудің технологиялық сұлбасы: қоспаларды дайындауға арналған астау, насос, сүзгіш, теңестіруші бак, насос, пластиналы пастерлеу мұздатқыш құрылғысы,
гомогендеу, қоспаға арналған ыдыс, насос, фрезерлеу, балмұздақты қалыптау, тоңазыту, балмұздақты орауға арналған автомат. Үлкен зауыт-фабрикаларда балмұздақ жасайтын кілегейлерді 4 градустық жер асты қоймаларында сақтайды. Оған ұнтақ сүт пен арнайы эмульгаторлар қосылады. Жоғары градусты қазандықтарда бәрі араластырылып, арнайы құрылғыларға жіберіледі. Кейін міндетті түрде суытылған қоспаға ванильді ароматизатор қосады. Химиялық қоспалар мен ауа тығыз араласқандықтан балмұздақта еріп кетпей, қалпын сақтап тұрады. Қосымша дәмдеуіш құралы ретінде шоколад және вафельді печеньелер қолданылады. Бәрі де технологтың толық қадағалауынан өтіп, кейін безендірушілердің қарауына өтеді. Қондырғы. Жалпы балмұздақтың құрамында мынандай ингредиенттер болуы тиіс. Майлылығы 10%-дан төмен емес сүт, құрғақ сүтті қалдықтар, казеин, протеиндер және лактоза, қант. Әдетте ол сахароза мен глюкозалық шәрбаттың қосындысынан тұрады. Тұрақтандырғыштар мен эмульгаторлар және су. Балмұздақтың ақаулары. Ақаулары бар балмұздақтарды сатуға жіберілмейді. Егер дәмі мен иісі ащы тұзды, ащы дәмді, бөтен, көгерген, шіріген, бөтен дәм, сонымен қатар дезинфекциялы заттардың дәмі шығып тұрса, консистенциясы тұрпайы, мақташалы, қаршалы, органолептикалық сезімталдықта май түйіршіктері мен тұрақтандырғыштардың сезілуі, түстері біркелкі емес немесе табиғи емес бояу, жетіспейтін немесе тым артық бояу, қаптамалары, балмұздақтарды ашық қалдырып ұқыпсыз орау, этикеткадағы солғын және анық емес суреттер, мыжылған, деформацияланған брикеттер, стақандар және тапталған гильзалар. Сонымен қатар кірленген немесе бөтен қоспалары бар стандартты емес қаптамадағы және еріп кеткен болса, сатуға жіберілмейді. Қойылатын сұрақтар. Балмұздақ өндірісінің барлық сатысында қандай талаптарды сақтау қамтамасыз етіледі? Қоспаны фрезерлеу деген не? Бұл процесс қалай жүреді? Балмұздақты дайындау үшін қандай өнім түрлері мен топтарын қолданады? Кестені толтырамыз. Сау болыңыздар.